Қайырлы күн, құрметті Қазақмет көрермендері. Бүгінгі біздің айдаршамыз артериялық қан қысымының жоғарылауы және оған әсер ететін себептер туралы болмақ. Сіздермен бірге болатын мен Қасен Айданы. Өкінішке орай, қазіргі таңда қан қысымының жоғарылауы көптеген адамдардың басты проблемасы. Яғни қазіргі таңда 10-нан 1 адамның біреусі осы артериялық қан қысымымен зардап шегеді. Оған әсер ететін көптеген факторлар. Ең алдымен бірінші стресс, ашушаңдық, бұлардың барлығы да қан қысымының жоғарылауына әкеп, мидың зақымдалуына әкеп соқтырады. Ең аяғы көптеген ауыр дерттермен миға қан құю, миокард инфаркты, тағы да басқа көптеген аурулармен аяқталуы мүмкін. Сонымен қатар қан қысымының жоғарылауына әкеп соқтыратын тағы да бір нақты проблема ол семіздік. Артық салмақтың болуы ол көптеген тек қан қысымына емес, басқа да бүйрек, бауыр ағзаларына, асқазанға, сонымен қатар көптеген жүрек ауруларына әсерін соқтырады. Қан қысымының көтерілуіне әкеп соқтыратын фактордың бірі ол дұрыс тамақтанбау. Яғни қазіргі таңда көптеген құнарсыз тамақтардың, осы көптеген калориялы тамақтардың барлығы осы ең бірінші қанға сіңу арқылы, яғни ағзамызға өзінің кері әсерін тигізеді. Бұлардың барлығы да қан арқылы өтіп, артерия мен вена арқылы адам ағзасында бойлық басқа да осы токсин заттардың өндірілуіне әкеп соқтырады. Сондықтан да дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану ол адам ағзасы үшін ең бірінші, ең дұрыс нәтиже болып табылады. Үй жағдайында қысымды түсірудің бірнеше жолдары бар. Әуелі денеңізді босатып, терең тыныстап, рахаттанып тынышталыңыз. Кез келген физикалық күшпен күйзеліс жағдайы қиындататынын ұмытпаңыз. Бұл мәселемен күресуде су өте жақсы көмектеседі. Қан қысымы артқанда керісінше ваннаға түсуге болмайды. Ал қолымызды температурасы 37 градустан жоғары жылы суға батырып қоюға болады. Аяғымызды осындай суық емес суға салу керек. Тамырлары аздап кеңейеді, қан қысымы да біршама төмендейді. Алма сірке суының да қысымды түсіруде пайдасы бар. Одан компресс жасап өкшеге басады. Матаны сірке суына малып, табанға 5-10 минут басу керек. Бұл қан қысым түсіруге көмектеседі.